Salamatсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін 26 маусым 2020 жыл. Арнайы технология пәнінен мемлекеттік емтиханымызды бастаймыз. Топ оқушылары, бүгінгі мемлекеттік емтихан бойынша кім қандай ұяшықтарды таңдайды, соны таңдаңыздар. Бірінші Алашбаев Әділет. Оранжевый 3. Сіздің билетіңіз 14-ші. Дайындалыңыз. Так, Әсет Жақсылық. Сіздің билетіңіз Буранбай Сіздің билетіңіз 1. Қаскенов Әділ. Сіздің билетіңіз 24. Дайындалыңыз. Мұса Өркен. Сіздің билетіңіздің нөмірі 10. Дайындалыңыз. Романов Оразхан. Сіздің билетіңіз 25. Дайындалыңыз. Теңгел Бақан. Сіздің билетіңіздің нөмірі 13. Дайындалыңыз. Тынышлыков Рахат. Оранжевый 4. Сіздің билетіңіз 20. Дайындалыңыз. Шамратов Қалдыбек. Ашық көк 1. Сіздің билетіңіз 18. Дайындалыңыз. Юлдашбаев Бекарыс. Жасыл 4. Сіздің билетіңіз нөмірі 3. Топ оқушылары алған билеттерге дайындаламыз.
Құрметті студенттер, дайын болсаңыздар, бүгінгі емтихан сұрақ жауаптарын бастаймыз. Юлдашбай Бегарс. Юлдашбай Бегарс. Төртінші билеттің бірінші сұрағы. Ацетилин генератор. Ол генератордың өнімділігі 1,25 мм сағат суды ығыстыруы тәсілмен жұмыс істейді. Ацетилин генераторы жылжымалы қол генераторына қарағанда 0,1 және 0,7 қысыммен жұмыс істейді. Бұл генератор тік цилиндр тәрізді ыдыс. Өндірілген ацетилин газ түзілгіштен түтікпен газ тазалағыштағы судан өтіп тазаланады және салқындайды. Екінші сұрақ. Ацетилин генераторын жұмысқа дайындау. Төмендегідей қорғағыш затворлар бақылау тығызына дейін сумен толтырылады. Генераторын қақпағын мықтап бекітеді. Қыс мезгілінде генератор жылу тұтқыш материалмен қапталады. Үшінші сұрақ. Пісіру жұмыстарының зиянды әсерлері. Пісіру жұмыстарының зиянды әсерлері ол техника қауіпсіздігін сақтамаған, Жарайды, Юлдашбаев, сізге сұрақ. Жаңа сіз айтып өттіңіз, ацетилин генератор жұмысқа қалай дайындалады екен? Ацетилин генератор жұмысқа қалай дайындалады? Ацетилин генератор Сұрағыңыз қабылданды, жауаптарыңыз қабылданды. Екінші жауап беретін студент. Алашбаев Әділет. Алашбаев Әділет. Төртінші билет. Газ жалынмен пісіру жұмыс. Оттегі оттегілі жалынды жезді пісіруге және қатты дәнекерлер пайдаланып, дәнекерлер жұмыстарына қолдануға болады. Оттегі жалынның қалыпты жалынға қарағанда қызуы біршама жоғары болады. Екінші сұрақ. Газ жалынымен ұзақ жүктерді орындау әдістері. Ұзын жүктерді сатылап немесе ілгері кейінді сатылап орындайды. Бұл әдістерде жүк ұзына бойына қысқа учаскелерге бөлініп көрсетілген тәсілмен орындалады. Үшінші сұрақ. Газбен пісіру кезіндегі қауіпсіздік ережесі. Газбен пісіру кезіндегі қауіпсіздік ережесі бойынша киім кию, оның ішінде президенттен жасалған отқа төзімді материалдан жасалады. Аяғымызға басында темірі бар етікті киеміз. Алашбаев Әділет, сізге қосымша сұрақ. Жаңа жүктерді алу туралы айтып кеттіңіз. Ұзын жүктер қалай алынады дедіңіз? Ілгері кейінді сатылап дәнекерлейміз. Қабылданды.
Келесі жауап беретін студент Шамратов Қалдыбек. Мен Шамратов Қалдыбек. 18-ші билет. Инжектор жандырғылар. Жоғары қысымды газдың ағының әсерінен төмен қысымды газдың сорылы құбылысын инжекция деп атайды. Сорылы құбылысын инжектор газ жандырғыларда жанғыш газ оттектің араластыру камерасына үлкен жылдамдықпен ағуының арқасында сорылады. Оттек үлкен жылдамдықпен араластыру камерасының каналы бір арқылы өтеді. Сөйтіп оттек үлкен сөйтіп камераларға қысым күрт түсіп, онда вакуум пайда болады. Бұл газ жандырғылар қалыпты жұмыс істеу үшін оттегінің қысымы 0-ден 2-ден 0-ден 5-ке дейін болады. Және 0-12-ке дейін барады. Екінші сұрақ, газ пісіру жабдықтарын қолданудағы талаптар. Газбен пісіргенде газ жандырғылар ауамен генераторына және алмастырғыш газдармен жұмыс болмайды. Өйткені оны іске қосуда өрт немесе жарылыс пайда болуы мүмкін. Және тез жүруіне септігін тигізеді. Егер тұрақсыз болып сөніп немесе мүштіктен ажыратылып не кері соққылар тұрса, міндетті түрде оны мұқият тексеріп жөндеу керек. Үшінші сұрақ, газ редукторы. Бұл баллоннан немесе арналы қысым газ жүйесіне келіп тұрған газдың қысымын жұмысшы қысымға дейін төмендететін ұстап тұратын құрылғы. Редукторлардың 18 түрі бар. Баллонға және желілік тағы басқа болып бөлінеді. Сұрақ аяқталды. Шамратов Қалдыбек, жаңа сіз газ жандырғылар туралы айттыңыз. Соның ішінде сіз инжекция бойынша сіз газ жандырғы дедіңіз. Ол жұмыс істеу принципі қандай? Инжекция деп газ жоғары қысымды газдың ағынының әсерінен төмен қысымды сору құбылысы инжекция деп аталады. Жауабыңыз қабылданды. Келесі жауап беретін студент Қаскенов Әділ. 24-ші билет Қаскенов Әділ. Газ жалынымен жұмыс істеу жабдықтары. Газ жалынымен жұмыс істеу үшін газ жандырғыларын қолданады. Олардың негізгі қызметтері пісіру жұмысын жеткілікті қуаты бар газ жалынымен қамтамасыз ету. Ол жанғыш газбен оттегі араластырып, жанғыш қоспаны дайындалады. Қазіргі кезде өндірісте жалынның қуаты сәйкес 4 текті газ жандырғылар қолданылады. Олардың маркалары Г1, Г2, Г3, Г4. Екінші сұрақ. Резеңке түтіктер. Бұлар газдары газ жандырғылар немесе газ кескіге жеткізу үшін керек. Бұл түтіктер біріне екі қабат жіппен арқауланған резеңкелер жасалады. Жіп арқаулар түтіктің біріктілігін арттырады. Газ түтіктері 9356-9375 стандарты бойынша 3 типтен шығарылады. Бірінші типі жанғыш газдар үшін қызыл түсті, екінші типі жанғыш сұйықтар үшін сары түсті, үшінші типі оттегі үшін көк түсті. Түтіктердің жұмысты ұзындығы 10-20 мм шамасында болуы керек. Жұмыс жағдайларына қарай олардың ұзындығы 40 мм болуы мүмкін. Бірақ түтік ұзарған сайын жұмыстың газ қосымшасы төмендейді. Үшінші сұрақ. Газбен пісіру жабдықтарын қолданудағы талаптары. Ол кезде ең бірінші біз
кауіпсіздік ережесін сақтауымыз керекпіз. Жұмыс істеген кезде ацетилин мен кислород баллоны 5-10 метр ары тұру керек. Kasken Vadil sizge сұрақ. Gaz tütüktörü деп айттыңыз. Gaz tütüktörü қандай болады екен? Менің ол мықты болу үшін арқауланады. Қайтадан айтасыз ба? Қандай болады екен түрлері? Және неменен мықты болу үшін арқауланады? Олардың негізгі қызметтері пісіру жұмысынан жеткілікті қуаты бар газ жалынымен қамтамасыз етіледі. Маркалар Г1, Г2, Г3, Г4 болады. Сұрағыңыз қабылданды. Енді келесі жауап беретін сізден. Әсет Жақсылық. Мен Әсет Жақсылық, 12-ші билет. Жаңғыш газбен қоректендіру жабдықтары мен аспаптары. Газбен қоректендіру аппараттары сұйытылған, сығылған және ерітілген газдарға арналған баллондар. Ацетилин генераторы табиғи газ тасымалдайтын құбыр желісі және тағы басқа жатады. Ацетилин баллондары ацетонды ерітілген ацетилинді тасымалдауға және сақтауға арналған. Екінші сұрақ, редукторларды пайдалану ережелері. Олар бірінші редукторды баллонға жалғамас бұрын баллон вентилін 1-2 секунд ашып, оны үрлеп алу керек. Екінші, редуктордың гайкасы әдепкіде қолмен одан әрі арнаулы кілтпен қатты бұрауы керек. Үшінші, баллонның вентилін ашып, манометрдің көрсетуі бойынша үлкен қысымды беріп, содан соң реттегіш винтпен газдың жұмысшы қысымын береді. Одан әрі газды газ жандырғыны жібереді. Төртінші сұрақ, газбен пісіру жабдықтары қолданудағы талаптар. Газбен пісіру жабдықтарына өз ацетилин генераторы, оттегі газы, жаңғыш түтіктер, сосын түтіктер, баллондар жатады. Әсет Жақсылық. Жаңа сіз кейінгіне де баллондар деп қалдыңыз. Баллонның оттегі баллон ол ацетилинмен бірге темірді қыздырады, үрлеп шығарады. Баллон қызмет. Жарайды, жауабыңыз қабылданды. Келесі жауап біріншілігі бірақат. Мен Тынышлық Рахат, маған 20-шы билет түскен болатын. Оның бірінші сұрағы газ жандырғыларының топтарға бөлінуі. Газ жандырғылар төмендегідей көрсеткіштерге байланысты топтарға бөлінеді. Олар араластыру камерасына жанғыш газ бен оттегі жеткізу тәсіліне байланысты инжекторлы және инжекторсыз болып бөлінеді. Пайдаланатын газдың тегіне қарай алмастырғыш газдар ацетилин, жанғыш сұйық және су тегімен жұмыс істейтіндер болып бөлінеді. Қызметіне қарай ол әмбебап және арнаулы болып, жалынның сапасына қарай бір және көп жалынды болады. Жалынның қуатына қарай олар өте әлсіз, орташа, қуатты және қуатты болып бөлінеді. Қолданылуына қарай ол қол және машиналық болып бөлінеді. Және де екінші сұрақ, газ жандырғыны қолдану кезіндегі пайда болатын ақаулар. Бұзылған газ жандырғылармен жұмыс істеуге тыйым салынады. Өйткені ол кезде өрт болуы, тіпті жұмысшының өзі де күйіп қалуы мүмкін. Пісірушінің оттықтың құрылысын біліп, ондағы пайда болған ақауларды анықтап, тез жөнге келтіруі тиіс. Мұнда мөншіктер ұштығында пайда болған
шашыранды қақтарды тазалап отыру керек. Бос кеңістік жасап ацетилен сору үшін ол каналды үнемі тазалап ұстау керек. Және тағы басқа үшінші сұрақ, газбен пісіру кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Газбен пісіру кезінде қауіпсіздік ережелері ол үстімізде жанбайтын киім болу керек, брезенттен жасалған. Және де ацетилен баллонмен алшап қою керек, біз арасын ашып 3 метрдей. Және де аяғымызға резеңке аяқ киім болу керек обязательно. Болды. Тынычлык, рахат. Жаңа айттыңыз, газ жандырғысындағы ақаулар пайда болуы мүмкін. Қандай ақаулар пайда болады? Ол пайдаланған кезде адамға қандай өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін екен? Газ жандырғыларында ақаулар пайда болғанда ол жаңағы түтіктер қатты қатырылмауы мүмкін, және де газ шығып тұруы мүмкін. Ол сол кезде жарылыс болуы мүмкін, мысалы. Оның алдын алу үшін түтіктерді тексеріп алып, жақсылап қатыруымыз керек. Болады. Тынычлык, рахат, сіздің жауабыңыз қабылданды. Жауап беретін Боранбай Еркебұлан. Мен Боранбай Еркебұлан. Маған бірінші билет түсті. Бірінші сұрақ, газ жалынымен жұмыс істеу үшін жабдықтар. Газ жалынымен жұмыс істеу үшін газ жандырғылары қолданылады. Оның негізгі қызметі пісіру жұмысын жеткілікті қуаты бар газ жалынымен қамтамасыз ету. Ол жаңғыш газбен оттегін араластырып, жаңғыш қоспаны дайындайды. Қазіргі кезде өндірісте жалынның қуатына сәйкес 4 тектік газ жандырғылар қолданылады. Олардың маркалары Г1, Г2, Г3, Г4 газ болып бөлінеді. Ал газ жандырғылар 0-ден 7-ге дейінгі нөмірлі ұштықтармен шығарылады. Екінші сұрақ, газ жалынымен әртүрлі кеңістікте орналасқан жүктерді орындау. Газбен пісіру әдісімен төбелік төменгі көлденең және тік жүктерді орындайды. Төменгі жүктерді орындау оңай, себебі ол толықтырғыш сымның балқыған металын пісіру ваннасында уақытында дәл түсіруге болады. Балқыған металл сұйық металл ваннасынан сыртқа ағып кетпейді. Бұл жүктерді металл қалыңдығына байланысты оң және сол әдістермен пісіреді. Тік жүктерді бірнеше әдіспен орындайды. Жұқа металдардың жүктерін оң әдіспен жоғарыдан төмен қарай, және сол әдіспен төменнен жоғары қарай жүргізіп орындайды. Үшінші сұрақ, газбен пісіру жабдықтарын қолданудағы талаптар. Бұл жерде газбен пісіру жабдықтарында оттегі баллонның вентилін майлы қолмен ұстауға болса, оны суық күнде ішіне суын қалдырып кетуге болмайды. Оны жылы сумен тазартып жуу керек. Және де арнайы көз әйнек, бас киім болу керек. Болды. Боранбай Еркебұлан, сізге сұрақ. Мінеке газбен дәнекерлеу жұмыстары деп атысты. Газбен дәнекерлеу жұмыстарын қандай әдісте орындауға болады екен? Қандай жүктер алынады? Оларды оң және сол әдістермен әдіспен пісіруге болады. Оны жоғарыдан төмен және төменнен жоғары қарай болады. Оң болса жоғарыдан төмен, ал сол болса төменнен жоғары қарай әдіспен жік саламыз. Боранбай Еркебұлан, сіздің жауабыңыз қабылданды. Келесі жауап беретін Шілген Өркен. Мен Мұса Өркен, 10-шы билет. Бірінші сұрақ, газ жалынымен пісіру жұмыстарының артықшылықтары. Оттеглі жалынды жезді пісіруге және қатты дәнекерлер пайдаланып дәнекерлеу жұмысына қолдануға болады.
оттегі жалынға қарағанда қызуы бір сама жоғары болады. Бірақ оттегі жалында көп жерде пайдаланылады, немесе бос кеуіктер толып кетуі мүмкін. Екінші сұрақ. Газ жалыны мен ұзын жіктерді орындау әдістері. Ұзын жіктерді сатылап немесе ілгері кейінді сатылап орындайды. Бұл әдістерді жік ұзына бойына қысқа учаскелерге бөлініп көрсетілген тәртіппен орындалады. Әрбір орындалған жік алдыңғы жіктің соңын металл қалыңдығына сәйкес 10-20 мм бір-бірінің басып отырады. Көп қабатты жіктер бірнеше рет бір-бірінің үстіне жатқызылған жіктерден тұрады. Бір жік жоясы екінші жік жоясының соңын міндетті түрде басып тұрады. Тіпті төменгі жіктерді тығыздау мүмкіндігі бар. Үшінші сұрақ. Газбен пісіру кезінде қауіпсіздік ережелері. Газбен пісіру кезіндегі қауіпсіздік ережелері бірінші форма болу керек. Жанбайтын материалдан брезент материалынан тігілген форма болу керек. Резинке аяқ киім. Сосын түтікшелерді бір жыл сайын ауыстырып тұру керек. Қоспалы сым майдан тазартылу керек. Су болмау керек. Көмір қышқылы баллонын май қолмен барып ұстауға болмайды. Мұса Өркен, сізге сұрақ. Неге біздер газбен дәнекерлеу бойынша айтып жатсыз? Ең негізгі жабдықтар газбен дәнекерлеуде қандай жабдықтардан пайдаланады екенбіз біздер? Қандай жабдықтар жатады? Ең бірінші оттегілі баллон, ацетилен генераторы, түтікше, Осы Өркен, сіздің жауабыңызды қабылданды. Келесі жауап беретін студентіміз Теңгеліп Қақан. Мен Теңгеліп Қақан, маған 13-ші билет. Бірінші сұрақ. Газ редукторларының және түрлері. Газ редукторлары баллон немесе арнаулы газ желісінен келіп тұрған газдың қысымға дейінгі төмендетіп, одан әр автоматты түрде қажетті қысымды ұстап тұратын құрылғы. Оның бір қасиетті қысымды баллондағы немесе желідегі қысымның өзгеруіне қарамай бір қалыпты ұстап тұрады. Газ редукторларының 18 түрі бар. Б баллон, Р рампалық, С желілік және тағы басқалар жатады. Этилен үшін, К оттегілік үшін, П пропан бутан үшін, М болып бөлінеді. Екінші сұрақ. Желілік редукторлар. Бұл редукторлар қысымды газдың жұмыс қысымына дейін түйіп ұстап тұру үшін жасалған. Газбен пісіру өндірісінде оттегі үшін бір сатылы әдіспен істейтін оттегілік редуктор қысымына 23 мегапаскаль қабылдап, оның қысымына 1,15-0,0 мегапаскаль қабылдайды.
пісіру жұмыстарында зиянды әсерлері. Теңгелі ахан, редуктордың түрлері қандай екен, олардың қызметі? Олар баллондағы қысымды ұстап, бір қалыпты беріп тұрады. Теңгелі ахан, жауабыңыз қабылданды. Келесі жауап беретін студентіміз Шамратов. Кім? Романов Оразхан. Екінші сұрақ айтыңыз. Жанғыш газдар. Газ жалынымен пісіру өндірісінде жанғыш газдар себебінде ацетилин, сутегі, кокс газы, табиғи газ, пропан-бутан және тағы басқа газдар, сонымен қатар бензин, керосин булары қолданылады. Ацетилиннің оттек қоспасымен жанғандағы жалынның қызуы 3150 градус Цельсияға дейін көтеріледі. Ацетилин мен көміртегі мен сутегінің химиялық қоспасы болып табылады. Ацетилин түссіз, ауадан сәл жеңілдеу және сарымсақ иісті газ. Үшінші сұрақ, пісіру жұмыстарының зиянды әсерлері. Пісіру жұмыстарының зиянды әсерлеріне ол көзге зиян болуы мүмкін, егер без маски, әдейі каска істесеңіз, содан кейін улы газдар опасны болады және қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. То есть газ баллондары әр минимум 3 метрдан расстояние болып тұру керек. Болды. Романов Оразхан, сіз жаңа айтып жатырсыз, ацетилин газы деп айтыр. Ацетилин газы қалай алынады және ол жаңа кезде қанша градус температурада болып береді? Ол ацетилин оттек қоспасымен жалынның қызуы 3150 градус Цельсияға дейін жетеді. Оны көміртегі мен сутегінің химиялық қоспасы болып, көміртегінің химиялық қоспасы болады. Солай алынады. Химиялық қоспасының екеуі. Так, Роман Оразхан, сіздің жауабыңыз қабылданды. Так, емтихан жалғастырамыз. Келесі жауап беруші студент Файзуллаев Нұрсұлтан. Файзуллаев Нұрсұлтан, 11-ші билет. Бірінші сұрақ, газ жандырғылармен жұмыс істейтін кезінде пайда болатын ақаулар. Жұмыс істеуге тыйым салынады. Өткен ол кезде өрт болуы, тіпті жұмысшының өзінде күйіп қалуы мүмкін. Пісіруші оттықтың құрылысын біліп, ондағы пайда болған ақауларды анықтап, тез жөнге келтіру тиіс. Онда мүштіктен үштіктарда пайда болғыш шашыранды мен қақтарды тазалап отыру. Екінші, бос кеңістік жасап ацетилинді сору үшін. Оны қосқан үнемі тазалап ұстау керек. Мүштіктің тиісті тесігін таңдай отырып, жалынның дұрыс жанбаған пішімін қалпына келтіреді. Екінші сұрақ, ацетилин генераторлардың жалынның кері соққысын сақтау үшін олар қорғағыш затворлармен жабдықталады. Қорғағыш затворлар сұйықпен және құрғақтай жұмыс істейтін болып екіге бөлінеді. Қуатына байланысты затворлар 0,8%, 1,25%, 2,2-ден 0,0%-ға дейін.
газ өткізетін бөліп бөлінеді. Сонымен бірге затворлар төменге орташа. Үшінші сұрақ, газбен пісіру кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Газбен пісіру кезіндегі ережелер, қауіпсіздік ережелері. Қасыңызда жанатын заттар болмау керек. Май қолмен ұстамау керек, баллонды. Ал қоспастан ағын тексеріп алуымыз керек. Файзуллаев Нұрсұлтан, сізге сұрақ. Мына затворлар туралы айтып жатыр, затворлар түрлерін айтып берші, қандай түрлері бар? Қандай жұмыс істеп бересіз? Екіге бөлінеді. Сұйықпен және құрғақтай жұмыс істейтін болып екіге бөлінеді. Файзуллаев Нұрсұлтан жауап қабылданды. Так, келесі жауап беретін студентіміз Нағашыбай Бауыржан дейді. 17-ші билет. Ацетилин генераторларын қолдану ережелері. Ацетилин генераторлары көбінесе ашық далада жұмыс істеуге арналған. Дегенмен жұмыс бөлмелерінің ішінде генераторларды пайдалануды, сол себепті генератор тұрған бөлмеде жақсы желдеткіш тұруы қажет. Және онда ацетилин қоспасы жарылатын заттар болмауы қажет шарт. Сонымен бірге оттегі өндіретін немесе ауа тартатын желдеткіштердің қасына ацетилин генераторын қоюға қатаң тыйым салынады. Жыл сайын бір рет ацетилин генераторын одан әрі жұмысқа жарамдылығын тексеріп тұруы керек. Газбен тексеру жұмыстарында көбінесе АЦП 1,25 жылжымалы генераторды қолданады. Екінші. Редукторды пайдалану ережелері. Редукторды баллонға жалғамас бұрын баллон вентилін 1-2 секунд ашып, оны үрлеп алу керек. Редуктордың гайкасын алдын қолмен одан әрі орын алу кілтпен қатты бұралуы керек. Баллонның вентилін ашып, манометрдің көрсету бойынша үлкен қысымды беріп, содан соң реттегіш винтпен газдың жұмысын қысымын бірден береді. Кейін одан әрі газды Нағашыбай Бауыржан, әзіргі уақытта кең маркалы генераторды білесіз. Нағашыбай Бауыржан, жауабыңыз қабылданды. Келесі жауап беретін Әділхан Малик. Мен Әділхан Малик билетін белгіледім. Сұрақ ацетилин генераторын дайындау. Ацетилин генераторын төмендегіше дайындалады. Бақылау тобына дейін генераторын Әрбір толтырылған ішіне түсіреді. Генератордың қақпағын мықтап бекітеді. Қыс мезгілінде генератор жылу тұтқыш материалдан қамтылады. Ацетилин арналған резеңке
үрлеп тазаланғаннан кейін жылжымасына кіргізеді. Жанғыш газдар газ жалынымен пісіру өндірісінде жанғыш газдар есебіне ацетилен түстегі кокс газы, табиғи газ, пропан, бутан және тағы да басқа газдар, сонымен қатар бензин, керосин сулары қолданылады. Газбен пісіру және кесу жұмыстарында ацетилен кеңінен қолданылады. Ацетилен көміртегі мен судегі химиялық қоспасы болып табылады. Ацетилен түссіз ауада жеңіл және сарымсақ иісті болады. Сарымсақ иісті газ. Так, Адылхан Малик, сізге қосымша сұрақ. Мына газ бетін әзірлеу кезінде ацетилен газы неше градусқа дейін жылу береді бізде? 150 градусқа дейін көтеріледі. Так, жалғастырамыз. Келесі жауап беретін студент Жоланов Нұрлан. Мен жауап Нұрлан 23-ші билет. Газ жанрларын топ. Жоланов Нұрлан, газбен дәнекер туралы айтып жатырсызда, ең негізгі жабдықтарға Генератор, горелка, шланга, оттек баллон, Жоланов Нұрлан, сіздің жауабыңыз қабылданды. Бір дайындалу керек. Келесі жауап беретін студентіміз Сейтбаев Атабек. Мен Сейтбаев Атабек. Алтыншы билет. Сейтбаев Атабек, сізге сұрақ. Мына газбен дәнекерлеу жабдықтары қандай жабдықтардан тұрады? Газбен дәнекерлеу кезінде қандай жабдықтардан пайдаланамыз? Ацетилен генератор, оттек баллон, шланга, горелка, Атабек, мәзеке, сіз жаңағы айтқан жабдықтармен бізде газбен дәнекерлеу жұмыстарын жасадық. Сол кезде жүк алған кезде қандай ақаулар пайда болды? ішкі сыртқы ақаулар. Сейтбаев Атабек, сіздің жауабыңыз қабылданды.
Так, құрметті топ оқушылары, бүгінгі арнайы технология бойынша мемлекеттік емтиханымыз аяқталды. Саламатсыздар ма? 182-ші топ оқушылары, бүгін 26 маусым 2020 жыл. Бүгін сіздермен арнайы технология пәні бойынша 3-ші мемлекеттік емтиханымызды бастаймыз. Топ оқушылары, сабаққа белсенді қатысамыз. Барлығымыз дайын болсақ, бүгінгі арнайы технология пәні бойынша билеттерімізді таңдаймыз. Қанекей топ оқушылары, бүгін кезек бойынша әркім өзінің ұяшықтарын таңдасын. Бірінші болып Абатұлы. Қою көк 1. Сізге 7-ші билет. Екінші болып Байымбек Мейірбек. Байымбек Мейірбек, билет таңдаймыз. Қызыл 4. Қызыл қандай? 4. Так, сізге 19-ші билет. Жұмабай Берекет. Оранжевый 5. Сізге 8-ші билет. Жолмырзаев таңдаймыз. Қызыл 3. Сізге 15-ші билет. Жұбанышбаев. Қою көк 2. Сізге 9-ші билет. Жұмағали Бестан. Ашық көк 5. Сізге 16-ші билет. И және Қожаев Ерді. Ашық көк 4. Сізге 22-ші билет. Топ оқушылары, мінеке билет таңдап болдыңыздар. Сіздерге 10 минут уақыт. Ағай, билет экранға жарып бере аласыз ба? Технология пәні бойынша емтихан сұрақтарына дайындалыңыздар. Билетті экранға чап бере аласыз ба маған? Мейірбек, қандай да бір сұрағың бар ма? Билетті экранға чап бере аласыз ба? Ұяшықтың номерін айтшы. Қызыл 4. Аха, рахмет болды. Мінеке Байымбек Мейірбек, арнайы технология пәні бойынша 19 билеттің сұрақтарын жазып алыңыз. Рахмет болды, жазылды. Байымбетов, жазып алдыңыз ба? Аха, сұрақты жазып алдым.
Топ оқушылары, бүгінгі арнайы технология пәні бойынша дайын болсаңыздар, сұрақтардың жауаптарын айтатын боласыздар. Бірінші болып бүгінгі жауап беретін оқушымыз Абатұлы. Саламатсыздар ма? Мен Абатұлы Азат. Маған 7-ші билет келіп түсті. 7-ші билеттің бірінші сұрағы: жанғыш газбен қоректендіру жабдықтары мен аспаптары. Газбен қоректендіру аппараттарына сұйықталған, сығылған және ерітілген газдарға арналған баллондар, ацетилен генераторы, табиғи газ тасымалдайтын құбыр желісі және тағы басқалар жатады. Ацетилен баллондары ацетонда ерітілген ацетиленді тасымалдауға және сақтауға арналған. 7-ші билеттің екінші сұрағы: редукторларды пайдалану ережесі. Олар төмендегенше: бірінші, редукторды баллонға жалғамас бұрын баллон вентилін 1-2 секунд ашып, оны үрлеп алу керек. Екіншісі, редуктордың чайкасы әдепкіде қолмен одан әрі арнаулы кілтпен қатты бұралуы тиіс. Үшіншісі, баллонның вентилін ашып, манометрін көрсету бойынша үлкен қысымды беріп, содан соң реттегіш винтпен газын шықпен береді. Одан әрі газды шандыраға береді. Үзіліс кезінде баллонның вентилін жабады. Редуктордың реттегіш винтігін босатып, төменгі қысымды камерадағы газды шығарады. Бұл. Абатұлы, редукторды қандай қылып қолданады екенбіз? Әдісін айтып беріңізші. Редукторды ацетиленнің басына қоямыз, баллонның, газ баллонның несіне, басына. Яғни бұл баллондағы қысымды, одан кейін біздерге берілетін жұмысшы қысымды не қылып отырады? Көрсетіп және реттеп отырады екен. Сұрағыңыз жауапталды. Так, Жұмабай Берекет, жауап береміз. Менің атым Жұмабаев Берекет, 8-ші билет, бірінші сұрақ. Жоғары қысымды газдың ағынының әсерінен төмен қысымды газдың сорылу құбылысын инжекция деп атайды. Екінші сұрақ. Газ жандырғылар ауамен және оттекпен араласып, жанғыш қоспа түсетін ацетилен және оны алмастырғыш газдармен жұмыс істейді. Үшінші сұрақ. Бұл баллонмен немесе арнаулы газ желісінен келіп тұрған газдың одан әрі автоматты түрде қажетті қысымды ұстап тұратын құрылғы. Бұл. Мінекей жас айтып кетсең, екінші сұрақ бойынша. Инжекция деп не қылды? Бірінші сұрағын қараңызшы. Инжекция деп жоғарғы қысымды газдың ағынының әсерінен төмен қысымды газдың сорылу құбылысын инжекция деп атайды. Сұрағыңызданды. Келесі жауап беретін оқушы Жолмырзаев Тұрсынбек. Менде бірінші сұрағым. Оттегілі жалынды жерді пісіруге және қатты қолдануға болады. Оттегілі жалынды қалыпты жалынға қарағанда қызуы біршама жоғары болады. Бірақ оттегілі жалынды көп пайдалануға болмайды. Себебі тек металлы тез тұтығып, оның бос сүйектерімен толып кетуі мүмкін. Екінші сұрақтың жауабы. Ұзын жіктерді саталап немесе іргелі кейінгі саталап орындайды. Бұл әдістерде жік ұзынына бойына қысқа учаскелерге бөлініп, көрсетілген тәртіппен орындалады.
Мырзаев Тұрсынбек, сізге сұрақ. Жаңа сіз екінші сұрақ бойынша айтып кеткен ұзын жүктерді алудың әдісі қандай дедіңіз? Сұрақ қайталай кетсеңіз. Ұзын жүктерді қандай әдіспен аламыз? Ұзын жүктерді ретке кейінгі саталап орындайды. Яғни бұл әдіс ілгері кейінгі әдіспен алады екенбіз. Жауабыңыз қабылданды. Келесі жауап беретіңіз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жұбанышбай Ырысбек. Менде 9-шы билет. Бірінші сұрақ: газ редукторлары және оның түрлері. Газ редукторлары баллоннан немесе газ жемісінен тұратын жұмысшы газ редуктор арқылы газдың қысымын төмендетіп және оны қалыпты нормаға келтіре алады. Және оның 18 түрі бар. Б баллон үшін, рампалық үшін, С жемістік үшін, және де П пропан, А ацетилен үшін, М метан үшін, және де тағы басқа солай бөлінеді. Және екіншісі желілік редукторлар. Бұл редукторлар газдың қысымын түсіріп және де оны ұстап тұру үшін қолданылады. Газбен пісіру өрісінде оттегі бір сатылы әдіспен жұмыс істейді. Және ол үшін баллон редукторларын пайдаланады. Бір сатылы әдіспен жұмыс істейтін оттегі қысымы 20 және 3 неге дейін жетеді. Одан кейін менің үшінші сұрағым: пісіру жұмыстарының зиянды әсерлері. Адам ағзасы үшін пісіру жұмысының көптеген зияндары тиеді. Мысалға, көзге және де ішкі құрылыстарда газбен жұмыс істеген кезде көптеген зиян. Жұбаныш Рысбек, жаңа сіз оттегі редуктор дедіңіз, қандай қызметті қарады екен? Ол газ редукторларының қысымын төмендетіп бір қалыпта ұстап тұру үшін. Рысбек, Жұбаныш Рысбек, жауабыңыз қабылданды. Келесі жауап беретін студентіміз Жұмағалиев Ислам. Мен Жұмағалиев Ислам. 16 билет сұрақ. Ацетилен генераторларын қолдану ережелері. Ацетилен генератор көбінесе ашық жерлерде жұмыс жасайды. Дегенмен онымен бөлмелерде жұмыс жасаған кезде ол бөлмелер жақсы жерде тұру керек. Және де ацетилен баллонмен жұмыс жасаған кезде оның қауіпсіздіктерін қарап, бір қатар жұмыс алдында тексеріп алған дұрыс. Редукторлар пайдалану ережелері. Редукторлар жалғамастан бұрын ең алдымен баллоннан кішкене ауа, 1-2 секунд ауа шығарып, оны үрлеп алу керек. Содан соң редукторлар алдын ала қолмен, сосын арнайы күтпен орнына қатырған жөн. Және де үшінші сұрақ: пісіру жұмыстарының зиянды әсерлері. Пісіру жұмыстарының зиянды әсерлері ең алдымен ол газдар, сосын көзге және де басқа денелерге, мысалы, арнайы киім кимеген жағдайда кию зардабы болады. Сонымен болды. Жауап беріп болдым. Жұмағалиев Ислам, сіз жаңа пісіру жұмыстары кезіндегі зиянды әсерлер дедіңіз, содан қорғану үшін біздер және қандай бұдан басқа қорғану құралдарынан пайдаланамыз? Ең алдымен қауіпсіздік ол арнайы және каска киіп алған дұрыс. Щиток, рецепторлар, маска, респиратор. Жауабыңыз қабылданды. Келесі жауап беретін оқушымыз Шыңғожаев Ернұр. Шыңғожаев Ернұр, 22-ші билет. Ацетилен генераторларын қолдану ережелері. Ацетилен генераторы көбінесе ашық далада жұмыс істеуге арналған. Дегенмен жұмыс бөлшектерінің ішінде де, жұмыс бөлмелерінің ішінде де генераторларды пайдаланады. Сол себепті генераторлар тұрған бөлме жақсы желдетіліп тұруы және онда ацетиленмен қоспаса жарылатын заттар болмауы шарт. Екінші сұрақ: жаңғыш газдар. Газ жалынмен пісіру өндірісінде жаңғыш газдар есебінде ацетилен, сутегі, кокс газы, табиғи газ, пропан, бутан және тағы басқа газдар сонымен бірге
бензин, керосин булары қолданылады. Пісіру жұмыстарының зиянды әсерлері. Үшінші сұрақ. Пісіру жұмыстарының зиянды әсерлері. Шыңғожа Герлер, сізге сұрақ. Жаңа екінші сұрақ бойынша жанғыш газдар туралы және бір қайтара айтып беріңізші. Жанғыш газдар ацетилен, сутегі, кокс газы, табиғи газ, пропан-бутан және тағы басқа бензин және керосин булары қолданылады. Шыңғожа Герлер, сіздің жауабыңыз қабылданды. Келесі жауап беретін оқушы Байымбек Мейірбек. Мен Байымбек Мейірбек, маған 19-шы билет келіп түсті. Газ жандырғылардың атқаратын қызметтері. Жандырғыш газдардың негізгі қасиеттері газ және жалғының және уланудың алдын алу шаралары. Газ құрамы және симптомасы жанған газдардың негізгі қасиеттері. Қолданылатын газдардың басты қасиеттері олардың тығыздығы, тұтануы, температурасы және жылу жануға қажетті ауа мөлшері, зияндығы және тағы басқа жатады. Газдың қасиеттері қалыпты физикалық шарттарды келтіреді. 19-шы беттің екінші сұрағы. Ацетилен баллондары. Ацетилен сутегінің қышқылдың қасиетті болғандықтан сілтілікті металдармен ацетилендер түзеді, ал электродтар болаттың қатысуы арқылы әртүрлі элементтермен комплексті құрайды. Ацетилен қосылу реакциясы тән, ол екі сатыдан жүреді. Алдымен этил, одан кейін алкан туындығын түзеді. Ацетилен галоген реакция цехлогынан пісіру жұмыстарының зиянды әсерлері. Байымбетов, сізге сұрақ. Мына газ бен дәнекерлеу жабдықтарының негізгі түрлерін айтып берші, жабдықтарының түрлерін айтып беріңізші. Қандай негізгі түрлері? Газ бен дәнекерлеу үшін ең негізгі жабдықтарға нелер жатады? Қолғап, ацетилен баллондары, редуктор, тағы да редуктор, сосын шлангалар болсын. Байымбетов, сіздің жауабыңыз қабылданды. Рахмет. Топ оқушылары бүгінгі арнайы технология пәні бойынша мемлекеттік емтиханымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.